Assalamualaikum hurmatli videoni ko'ruvchi. Bugun 2025-yil 22-mart kuni. Hammangizni bahar oyi Navro'z bayramidan Jasarov oyi dedi. Hamda O'roza hayit bayramlari qutlug' muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlarimiz, tilaklarimiz bari qabul bo'lsin. Mana bugun aslında girip çıkıyatın taşkımızda size ko'rsatmoqchiman. Endi bunu ağalarımız bilan birga o'ylasib internetten gördük. Ağa jakdan ma'lumotlarni olib ustuna etib ishlab chiqdik. Endi oldindan islangan ishlar. Biz de solardan ko'rdik, öğrendik, söyleyip ishlab chiqdik. Gelip çıkıp жүрген жігітлер біледі. Бұлайша құятын, қалыпты құятын болсақ, төртлік кербішпен құятын болсақ, көтеріп біріншіден грижа қылады адамды, грижа пайда қылады белде. Әртүрлі адамға әртүрлі кесегілерді келтіріп шығарады, салмақ түсіп. Соның алдын алу мақсатында hamda mына жазда талап лизат істесем екен, ауылда жүрген жігітлер болса жақсы вариант жұмыс істеуге, үйде отырып пұл табуға. Бұл ташкының абзаллығы біріншіден белге салмақ түспейді, екіншіден бұның 8 дана келіп шығады бір құйғанда. Көрсететін болмасам, бұл еніне 11,5, ұзынлығына 22,5. Биіктігі 9-лық керіпіш. Былайша айтқанда 9-лық керіпіш дейді бұны. Бекем қылып істелген, жерге түскен кезде де әмме зат есап санақ болынған. Қалып жерге қарай төңкерілген кезде де жердің бетіне тегіс тұрады, шашылып бітпейді. Мынандай бекем болып істеніп, рамка угольниктен рамка істенген, полный қалыпке сөйтіп қойылған. Бұл мында көрсеңіз болады, барлығы бекем темірлерден істенген. Ступицалар қойылған мында баллонға. Бекемдеу болсын деп, енді машинаның баллоны салып болған. Мынандай меткалар да бар. Болсаңыз, бұл метка барып жерге тиеді. Тиген кезде бұл қалып жердің бетіменен бұл қалыптың беті теңдей болып жата қояды. Әмме жағы жерге түскен кезде кербіш қисып, түскен кезде я үшмеш, я қисайып түспейді. Сол тұрсына түспейді бұл. Көретін болсақ, бұдан ерден азыр ерлерден тегіс емеслеу. Ұзақлаудан алайын камераны. Бұнда айдап келеміз, кербіш сағаннан кейін бір адам зуала істеп тұрса, екінші адам күйіп тұрса, ұлыма өндіреді. Көплеу істеуге болады да. Bir adam istегенге қарағанда. Енді бір адаман болады, бір адаман істей береді. Көрсеңіз болады. Мында. Енді бұның өндіреді дегенім, бұл бір мәрте апарып құйғанда, мында сөйтіп апарып қайтадан көрсетейін. Айдап келеміз. Түсті кербіш. Кейін бердімді арқан қойғанбыз, крючоклармен. Астен аяқпен басамыз бұл жерді. Сөйтіп қозғамай астен деп, астен аламыз. Ар жағында
kalpni bir qo'l bilan borib ko'tarish shart emas. Bir tekis qilib deb tashkini ustashim deb bosgan kezingizda tashki ana qalblar ko'tariladi o'zi. Arkani tartib beramiz, bayağı qalbni keldiramiz söyleyip. Bunun hesap sanat qilатын болсақ, бұл bir aparganda 8 dana aparады, 8 dana түсіреміз. Ұзақ, мысалы аралық болатын болса, келіп шығатын жеріңіз 100 метр я болса 50 метрге баратын болсақ, 50 метрге апаруға мысалы қолай. Бұны барып қолыңызбен көтермейсіз, тек ташканы айдап апарасыз, барып апарып, нені қойған кезіңізде барып бір тепсеңіз қалыпты су келіп түсе қояды. Hamda bu bir aparganda 8 danasını aparat, 10 rет aparsak 80 dana болады bu. 100 rет aparsak 800 dana gelmiş болады da bu. Енді hazır kun келе аяз, бірақ bir ay yarım aydan sezon басталады гербіштің. Алдыңғы жыллардың өзінде мен көргенімде осындай ташкенмен құйдым. Bir adamның өзі 500-600 dana деген гербішті арқайын құя береді осы уақытта. Енді бұнымен екі адам анық істейтін болса, талап қылатын болса, 1000-нан өткеруге болады. 1000-1500 гербіш құюға болады бір күннің ішінде. Анық талап қылып істейтін болса. Бұның бағасына келетін болсақ, 1,5 миллион сом айтамыз. Доставкаларын Қаралпақ ішінде телефон арқылы сөйлесе береміз, бәрін бағасам келісіп береміз. Ораза айында телефон 99-дан 235-56-56 байланыста әмме уақыт 24 сағат телефон істейді, қосулы тұрады. Звонок етсеңіз, я телеграмнан жазсаңыз да болады. Телеграмдардан сол каналға қоямын. Байланысаңыз болады. Барыңыз үшін рахмет.